Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге лаваштан жасалынатын тіске басар дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Барлық қажетті ингредиенттерді алдын ала турап, саломка етіп турап, барлығын дайындап алдым. Бізге қажетті осы ингредиенттердің барлығы қажет. Қызып тұрған майға, саломка етіп туралынған тауық еті, және бұл жерде менде жылқының еті, екі етті саломка етіп турап алып, қызып тұрған майға қурамыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін пиязды қосамыз. Келесіде бізде болгарский еті қосамыз. Және де қаймақты қоса отырып, қажетті дәмдеуіштерді міндетті түрде қосамыз. Жақсылап тұрып, араластырып, начинкамызды дайындап аламыз. Менде дайын болған начинкаларым мына жерде тұр. Үкіштен өткізілген сыр, жұмыртқаны жарып алдым, және чипсиді майдалап езіп алдым. Дайын болған салмасын саламыз, үстіне сырды саламыз. Осылай етіп, лавашты жақсылап тұрып орап аламыз. Ішіне дайын болған начинкамызды салдық. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, дайын болған лавашымызды жұмыртқаға аунатып аламыз. Және де жұмыртқаға аунатқаннан кейін үгітілген, езілген чипсиді сыртынан осындай етіп аунатып аламыз. Және бұл аралықта бізде печкамыз қызып дайындалып тұрады. Және осының барлығын әдемі ыдысқа сала отырып, бұл жерде менде екі түрде дайындалынған, біреуіне сыр салынған, кейбіреулеріне, кейбір дәмдеуіштерге, жаңағы тіске басарға, лавашқа сыр салынбаған. Міне дайын тұрған печке салып пісіріп алдық. Біздегі лаваштан жасалынған тіске басарларымыз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қазір ішкі бөлігін көрсетемін. Міне өте дәмді әрі тез дайын болатын тіске басарларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Және де бұл өте тойымды болып табылады. Барлықтарыңызға рахмет, ас болсын. Және де осы тіске басарды дайындаңыздар, менің каналыма жазылып кетіңіздер. Ас болсын.